Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің тақырыпта animal behavior, яғни workbook'тағы алдыңғы тақырыпта students book'ты қарастырғанбыз. Бұл жерде тапсырмаларда, бұл жерде бірінші тапсырмада бізде кесте берген екен, кестенің ішіндегі көптеген әріптерден сөйлем бір сөз табуымыз керек. Яғни бұл жерде find 11 more verbs, яғни 11 сөз табуымыз керек. Ішіне етістік те арасында кіріп кетуі мүмкін. 11 сөздің ішінде. Окей, бұл 26-шы беттегі workbook'тағы тапсырма. Бірінші бізде табылғаны мына жерде 11 сөз, яғни мынау play with дегені өздері жазылып тұрған, бұл да арасына кіреді. Бірінші protect, help, feed, build, hide, chase, see, eat, dig, fight, play with. Мінекей арасында өте оңай. Енді exercise number 2. Match definitions 1 and C7 with words A, point A to G. Бұл жердегі мына берілген сөйлемді сәйкестендіру керек нұсқамен. Окей, былай деген. When an animal gives food to its babies, ол дегеніміз не? Feed болады. Яғни бұл жерде жануар, егер де жануар өзінің балапандарына тағам беретін болса, тағам беретін кезде оны біз не дейміз дейді. Яғни feed болады, тамақтандыру деген бір сөзбен. Солай айтып ары қарай орындаймыз. Exercise number 2. Мінекей. Екінші, when people run after an animal and kill it for food or sport. Ол дегенің, яғни D нұсқасы hunt болады. Үшіншісі, when an animal makes a house or something new. Үшіншісінде build, A нұсқасы. Okay, number 4. When two animals are angry, they do this. Бұған төртке C нұсқасы fight, күресу. 5. When an animal makes a big hole, бесіншісіне F нұсқасы dig болады. 6. When people do something good and make an animal's life easier. Ол дегенің, яғни G нұсқасы help болады. Окей, соңғысы when an animal puts food in its mouth. Ол дегенің E нұсқасы it болады. Мінекей. Yes. Next exercise number 3. Бұл жерде біз суретте аюдың суретін берген. Бұл жерде яғни тяншанның аюлары деген соны сипаттап жазған. Және де соны бос орындарын біз төбедегі жоғарыдағы берілген жаңа сөздерді, кестенің ішіндегі сөздерді жазуымыз керек. Мінекей. Exercise number 3. Мінекей. Окей. Былай дейді. The Tianshan brown bears of Kazakhstan aren't dangerous and they don't usually chase or attack people. Bears are quiet animals. When they see people, they sometimes hide in trees. Олар әдетте, олар кейде адамдарды көрген кезде талдарда тығылып қалады дейді. Hide дегені жаздық. Bears eats a lot of every day. Аюлар әдетте күн сайын олар көп жейді дейді. Especially plants and insects. They often dig holes and look for insects in them. Олар жиі үлкен жаңағы қазады, жерді қазып, қазу деген dig болады. Және олардың арасынан жәндіктерді іздейді екен, жеу үшін да. Bears also like the water. They sometimes swim in rivers and catch fish in their big mouths. Олар әдетте, олар кейде дейді жаңағы өзендерде жүзіп, балық аулайды екен, міне catch. Балық аулап, олар үлкен ауыздарына салып жейді екен, я? Солай жазып қойған. Brown bears have babies every year. The mothers feed the babies on milk and later on insects. Бұл жерде қоңыр аюды айтқан, қоңыр аю жыл сайын
қоңырай жыл сайын балалы болады дейді. Олардың аналары, яғни аюлар, өзінің балаларын сүтпен тамақтандырады дейді. Яғни бұл жерде бесті біз feed дедік. Және де кейін жәндіктерді береді екен. Pollution and construction are changing the habitats of the brown bear. They are now in danger. It's important to protect them. Олар қазіргі кезде өте қауіпті жағдайда болғандықтан біздің оларды қорғауымыз өте маңызды болып табылады деген сөз. Яғни қорғау деген мінекей соңғысына protect деп жаздым. So, next exercise number 4. Бұл жерде біз не істейміз? Берілген сурет, 4 сурет бар, бірақ біреуі мына жерде үлгі ретінде көрсетіп қойған өрмекшіні оқимыз. The spider is catching the fly. It isn't protecting the fly. Өрмекші шыбынды ұстап алып жатыр. Мінекей. Present continuousке құрамыз керек. It isn't protecting the fly. Ол қорғап жатқан жоқ оны деген сөз. Яғни бір сөйлемін жай сөйлемеді құрамыз керек, affirmative. Екінші сөйлемін жалғастырып біз negative, болымсыз етіп құрамыз керек, окей? Біріншісі былай болады бұл жерде. Eagle is flying in the sky. Бұл жерде, яғни бізде бүркіт ұшып бара жатыр, кішкене ғана құстар, я. Eagle, яғни бүркіт аспанда ұшып жатыр. It isn't catching the birds. Ол құстарды аулап жатқан жоқ деген сияқты шықты. Ағыра екінші де бұл жерде итбалықтың суреті берілген. A seal is hunting in the sea. Итбалық теңізде аң аулап жатыр. It's not playing with fish. Ол балықтармен ойнап жатқан жоқ. Болымсыз сөйлем мінекей. Үшінші, қолтырауын өзінің балапанын аузына салған. Сонда crocodile is protecting its baby. Қолтырауын өзінің балапанын қорғап жатыр. It isn't feeding it. Ол оны тамақтандырып жатқан жоқ. Я, мінекей. Ит деп бұл жерде қолтырауынды айтып жатырмыз. Мінекей. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта, жаңа сабақты, қызықты сабақты өткізе алмас үшін арнама міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.